Шардара ауданының диқандары өткен жылмен салыстырғанда биылғы жылы өнім көрсеткішін 2 есеге арттырып отыр. Шаруалар 600 тоннадан астам қауын, 400 тонна қарбыз өнімдерін шет мемлекеттерге жөнелткен. Басым көпшілігі Ресейдің көк базарларында сатылуда. Сондай-ақ мал шаруашылық азығы да аудандық жер игерушілерге тиімді әрі пайдасы мол табыс көзіне айналып отыр. Шардара ауданының диқандарының асығы алшысынан түсіп отыр. Көктемгі еккен егістері пісіп жетіліп, шетелдерге экспортталуда. Алда күншығыс елдеріне жөнелтілсе, соңы көршілес Ресей мемлекетіне жіберілуде. Аудан бойынша биылғы жылы 59.300 гектар жерге дән себілген. Оның 10.338 гектарына бақша дақылдары егілген. Бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 2 есе көп. Бүгінге дейін күздік бидайдан 3278 тонна, жаздық арпадан 4384 тонна өнім жиналды. Сондай-ақ бақшадан, жаңа жоғарыда айтып кеткен бақшадан 205.800 тонна, көкөністен 17.000 тоннадан астам көкөніс жиналды. Картоптан 2000 тоннаға жуық картоп жиналды. Өнім жинау жұмыстары бүгінгі таңда жалғасын тауып жатыр. Дидар шаруа қожалығының басшысы Ералы Қуатов бұл жолы 3 гектар жерге жұлдыз атты сортты қауын еккен. Диқанның өніміне қызығушылық артқан адамдардың саны жетерлік. Тіпті бағасын 2 еселеп төлеуге де ұсыныс тастаған. Себебі бұл сорттағы қауындар алыс жолға шыдамдылық танытады. Жұлдыз деген тұқым егеміз. Жылда егеміз 4-5 гектардың жобасы егеміз. Биыл 3 гектар ектім. Қалғаны мақта. Өнімі жақсы, шыдамды қауын, ұзаққа шыдайды, қабығы қалың. Өнім болады, биыл жаман емес, бағада дұрыс болып тұр. Сондай-ақ биыл мал шаруашылық азықтарда ағымдағы жылмен салыстыруға келмейді. Ауданда мал өсірушілердің көбеюіне байланысты шаруалар мал азық өнімдерін көлемін ұлғайтқан. 13.953 гектар жерге ескі жоңышқа егіліп тұрса, бұл қатарға 4572 гектар жер жаңа жоңышқамен толығып отыр. Шардара ауданынан Әйгерім Дәулетбекқызы, Нұржан Сейдазимов, Олжас Байтуов, жаңалықтар.